Жыл басында полиция жүйесінде жаңа реформа енгізілген болатын, яғни жергілікті полиция құрылды. Елбасының ұлт жоспары 100 нақты қадамында айқындалған жаңашылдық тиімділігін көрсетті ме? Бұл мәселе аймақ басшысының төрағалығымен өткен құқық бұзушылық профилактикасы жөнінде ведомствоаралық комиссия отырысында талқыланды. Жаңа реформа полиция қызметкерлерінің жергілікті халықпен тығыз қарым-қатынас орнатуына және сенім деңгейін одан әрі нығайтуға мүмкіндік берді дейді сала мамандары. Жалпы облыс бойынша жергілікті полиция қызметкерлерінің саны 1000-нан асып жығылады. Жергілікті полиция қызметінің материалдық техникалық жағдайы да мықты. 249 автокөлік, 409 байланыс құралдары, 142 сигналды дауыс зорайтқыш, 107 бейнежетон, 50 планшетпен қамтылған. Жалпы 8 айда қылмыстың құқық бұзушылық түрлері 19,8%-ға төмендесе, оның ішінде ауыр түрі 22,9%-ға, қылмыстың аса ауыр санаты 16%-ға, денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру 2,9%-ға, зорлау 38,8%-ға, ұрлық 12,8%-ға, пәтер ұрлығы 10,5%-ға, мал ұрлығы 22,2%-ға, қарақшылық 66,7%-ға, тонау 6,2%-ға, бұзақылық 37,6%-ға, алаяқтық 32,2%-ға азайған. Әкімдерге тапсырма. Есепті кездесулерді аппараттары дайындағанда, есепті кездесулер кестесінде міндетті түрде жергілікті полиция, учаскелік инспекторлардың халықтың алдында, мәслихаттардың алдында тұрақты түрде дәстүрлі есеп беруін қамтамасыз етіңіздер. Міндетті түрде. Негізі қылмыстың басым көпшілігі қоғамдық орындарда болады екен. Жергілікті полиция басшылығы таңға дейін жұмыс жасайтын кафе-ресторанның уақытына шектеу қою қажеттігін айтты. Көпшілік болып отыру орындарын, яғни түнгі клубтар мен кафелердің, мейрамханалардың халыққа қызмет көрсету уақытының шектеусіз болуы және олардың иелерінің ішкі тәртіпке бей-жай қарауы салдарынан есепті мерзімде тіркелген 367 ауыр санаттағы қылмыстардың 93 немесе 26%-ы қоғамдық орында жасалған. Оның 75%-ы сағат 21:00-ден кешке таңғы сағат 5-тің аралығында кафе-ресторандар, мейрамханаларда немесе олардың маңында орын алған қылмыстарды құрайды. Құрметті Қырымбек Елеуұлы, осы жерде кәсіпкерлік басқармасымен бірлесе отырып, көпшілік көңіл көтеру орындарының уақытын шектеуге ықпал жасалады деген ұсынысты жеткізгім келеді. Бұл жүйелі жұмыстардың нәтижесі. Жергілікті полицияға жүктеліп отырған міндет ауқымды. Талап үдесінен шығу үшін сақшылар қырағылық танытуы қажет. Тажмұрат Әлжан, Ахан Әлиев, Төрхан Қожахметов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы.